Құмар ойындардың миға әсері, неге тоқтау қиын? Тәуелділіктің алғашқы белгілерін қалай байқауға болады? Көп адам сырттай қарап, қаламаса ойнамай қоя салмай ма деп ойлайды. Бірақ құмар ойындардың ең күрделі тұсы, ол тек әдет емес, адамның ойлауына және мінез құлқына әсер ететін процесс. Сол себепті тоқтау қиын болады. Астана қаласында өткен алдын алу дәрістерінде мамандар құмар ойындарға тәуелділіктің даму кезеңдері, салдары және ерте көмек көрсету жолдары арнайы талқыланған. Бұл мәселенің психологиялық механизмдері бар екенін ресми деңгейде де көрсетіп отыр. Адам ойын барысында үміт, күтім, тәуекел, қорқыныш пен қуаныш сияқты күшті эмоцияларды қатар сезінеді. Ми осы жылдам ауысатын эмоциялық режимге үйрене бастайды. Содан кейін күнделікті тыныш өмір оған қызықсыз көрінуі мүмкін. Алғашқы белгілерді ерте байқау өте маңызды. Мысалы, адам үнемі ставканы, коэффициентті, ойынды ойлап жүреді, телефонын жиі тексереді. Аз ақша ұтылса да, соны қайтаруға тырысады. Бүгін соңғы рет деп айтып, ертең қайта жалғастырады. Ақша қайда кеткенін нақты түсіндіре алмайды. Кейде ашушаң болып кетеді, кейде тиықталады. Жақындары сұрақ қойса, қорғанып сөйлейді, немесе ашуланады. Ресми түсіндіру материалдарында мұндай тәуелділіктің белгілері ретінде бақылаусыз ойын, салдарына қарамастан тоқтата алмау, қарым-қатынас пен қаржыға зиян келуі айтылған. Мысалы, 22 жастағы Дамир алғашында тек матч алдында ставканы қарап отыратын, кейін лайв ставкаға ауысты. Енді ол достарымен сөйлесіп отырса да, бір құлағы ойында болады. Ақша туралы өтірік айта бастайды, ұйқысы азаяды, сабаққа көңілі бөлінбейді. Осындай өзгерістер жай қызығушылық емес, ескерту белгісі. Сондықтан ең маңыздысы әлі кеш емес кезде мәселені көру. Егер адам ойын туралы тым көп ойлап, тоқтата алмай жүргенін байқаса, мұны жасыру емес, мойындау керек. Ерте байқалған тәуелділікпен күресу әлде қайда оңайырақ.